Қалпына келтіру емі және оңалту орталығы өз саласында бірегей орталық болып табылады. Мұнда қалпына келтіру емі мен оңалтудың ең жаңа әлемдік технологиялары енгізілген және тиімді қолданылуда. Оңалту негізгі бағыттар бойынша жүргізіледі. Травматология және ортопедия, неврология және нейрохирургия, кардиология және кардиохирургия. Сондай-ақ ковидтен кейінгі оңалту. Пациентті қалпына келтіру Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі бекіткен хаттамаларына сәйкес 3 кезеңде жүргізіледі. Инсульттің, бас сүйек ми немесе жұлын жарақатының, омыртқа ауруының, миокард инфарктісінің салдары адам денсаулығына ауыр соққы беріп, әдеттегі өмір сүру салтын күрт өзгертеді. Орталық мамандарының міндеті пациенттердің денсаулығын қалпына келтіру, өмір сүру сапасын жақсарту және аурудан кейінгі асқынулардың алдын алу. Президенттік клиниканың қалпына келтіру емі және оңалту орталығы 3-ші бөлімшеден тұрады. Физиотерапия бөлімшесі, шығыс медицина орталығы, емдік дене шынықтыру, косметология және сумен жылумен емдеу бөлімшесі. Қазір ковидтен кейінгі оңалту өте өзекті. Оңалтудың бұл түрі бізде өте сәтті жүзеге асырылуда. Бізде көрсетілген оңалту шаралары Қазақстан Республикасының әрбір азаматы үшін қолжетімді. Мамандар омыртқа жарақатынан кейін оңалтуға көп көңіл бөледі. Емдік дене шынықтыру ағзаның қалпына келуіне оң әсер етеді. Жеке гимнастика дененің бұлшықет байламды аппаратын нығайтады. Бұл арқадағы аурусынудан арылуға көмектеседі. Орталық мамандардың әрбір пациентке жеке тәсілді қолдануы, емдік дене шынықтыру бағдарламасын әзірлеуі кейіннен пациенттердің өз бетінше айналысуына көмектеседі. Сумен, жылумен емдеу бөлімшенің тағы бір визит карточкасы. Орталық пациенттерінің хош иісті, минералды, шөп қосылған суықтыру панта ванналары сияқты емдік ванналарды қабылдау мүмкіндіктері бар. Фигураны түзету, психоэмоционалды күйді қалыпқа келтіру үшін шарко, вичи, су астындағы душ массажы қолданылады. Қалпына келтіру емі және оңалту орталығының емдеу бассейнінде травматологиялық және неврологиялық пациенттерді оңалтуда аса қажет гидрокинезитерапия бойынша жеке және топтық сабақтар жүргізіледі. Гидрокинезитерапия бұл емдік дене шынықтыру әдістерінің бірі, яғни адам жаттығуларды судың ішінде, атап айтқанда мамандандырылған бассейнде орындайды. Біздің бассейн көп сатылы тазарту жүйесімен мүмкіндігі шектеулі пациенттерге арналған гидравликалық көтерілгішпен жабдықталған. Аптасына бір рет бассейнді толық тазарту жүргізіледі. Айына бір рет патологиялық микрофлораға зертханалық зерттеулер жүргіземіз. Гидрокинезитерапияның артықшылығы адамның салмағын жеңілдету, омыртқа мен буындарға осьтік жүктемені азайту, бұлшықет тонусын жоғарылатуға, тірек қимыл жүйесінің қысымын, жүйке жүйесінің қысымын жеңілдетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар жүрек, тамыр және тыныс алу жүйелеріне оң әсер етеді. Парафинмен және балшықпен емдеу кеңінен қолданылады. Амок аппаратындағы тоқ ішекті мониторлы тазалау үлкен сұранысқа ие. Көрсетілімдер бойынша пациенттерге Цельсий бойынша -110 градус температурада, криосаунада, криотерапия сеанстары тағайындалады. Суықпен емдеу жасарту әсеріне ие, терінің жағдайын жақсартады. Ревматоидты, артритті, псориазды емдеу кезінде қолданылады. Сондай-ақ курсты қабылдау барысында дене салмағы төмендейді. Спортшыларға жарыс алдында өту ұсынылады. Сондай-ақ қалпына келтіру және оңалту орталығында шығыс медицинасы қолданылады. Балшықпен емдеу. Ине рефлексті терапия. Пациент ағзасының жан күйіне импульстік диагностика жүргізіледі. Инновациялық технологиялар кеңінен қолданылады. Тамыр аурулармен күресуге көмектесетін вакуумдық терапияның инновациялық жоғарғы технологиялық аппараты. Бағдарламалық қамтылыммен омыртқаны тракциялық созу аппараты. Пува терапиясы тері ауруларын емдеуде қолданылады. Қазақстан Республикасы президентінің іс басқармасы медициналық орталығы ауруханасының қалпына келтіру емі және оңалту орталығы бұл заманауи жабдықтармен қатар шығыс және батыс медицинасының озық білімдерді жинақталған бірегей бөлімше. Мұндағы жоғарғы білікті мамандар қолданылатын технологиялар пациенттердің денсаулығын қалпына келтіруге және өмір сапасын жақсартуға көмектеседі.